Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте тез дайындалатын, дәмді, ерекше, нәзік деп аталатын салаттың рецептісін ұсынамын. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен бізге бұл салатты жасау үшін ірімшік, қияр, піскен жұмыртқа, шұжық және барлық дүкендерде сатылатын картоптан жасалған пай, жасыл бұршақ және майонез қажет болады. Барлық заттардың қажетті мөлшерін осы видеоның астына описание бөліміне қалдырамын, сол жерден таба аласыздар. Ең алдымен шұжықты дөңгелектеп кесіп аламыз. Одан кейін оны осылай ұзынша қылып турау қажет. Шұжықты бір шұңғылы ыдысқа салып қоямыз. Енді ірімшікті турауға кірісеміз. Өзімізге ыңғайлы етіп ірімшікті турап аламыз. Одан кейін ұзыншалап турап шығамыз. Шұжықтың үстіне ірімшікті саламыз. Енді піскен жұмыртқамызды дәл солай ұзынша қылып турап аламыз. Жұмыртқаны мен суға пісіріп алдым. Жұмыртқаны да ыдысымызға салып қоямыз. Енді қиярды турауға кірісеміз. Қиярды ең алдымен дөңгелектеп кесіп шығамыз. Одан кейін ұзынша формаға келтіріп тураймыз. Қиярды да ыдысқа саламыз. Оның үстіне консервідегі жасыл бұршақты саламыз. Дайын картоптан жасалған пайды қосамыз, немесе үйде картопты теркадан өткізіп, майға қуырып жасап алсаңыздар болады. Жарты шай қасық тұз қосамыз және майонез қосып, барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып шығамыз. Осымен біздің нәзік салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте тез дайындалады, дәмі өте күшті болып шығады. Достар, егер сіздерге рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Каналға тіркелгеннен кейін қоңыраушаны басып қойсаңыз, алдағы уақытта шығатын басқа да түрлі рецепттерді жіберіп алмайтын боласыз. Енді салатты ыдысқа салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Нұрзат. Келесі кездескенше менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз.